Халуаның дәмі. Ауруханада жасы үлкен, егде тартқан қарт кісі емделуде. Әр күні оның қасына бір жас жігіт келеді. Қариямен бір сағаттан көп уақыт бірге болып, тамақтандыруына, жуындыруына көмектесіп, және аурухананың бақшасына алып шығып, серуендетіп қайтады. Сосын қарияның басқа қажеттіліктері қалмағанын біліп, көңілі жайланғанда ғана қайтып кетеді. Күнде осылай жалғаса беретін. Бір күні медбике қарияның жағдайын тексеріп, дәрі-дәрмегін беруге палатаға кіргенде қарияға: «Ата, сізге Алла сондай жақсы ұл берген екен. Әр күні сізді көруге келеді, қызмет қылады» дейді. Қария оған бір қарап қойды да терең күрсінді. Ұлдарымның бірі болса, арманым болмас еді ғой. Бұл жігіт ауылымыздағы бір жетім бала. Күндердің бір күнінде ата-анасының қазасынан соң оны мешіттің есігінің алдында жылап отырғанын көрдім. Оны жұбатып, халуа сатып алып бердім. Содан кейін онымен көрісіп, не сөйлескен емеспін. Жылдар өтіп кетті. Менің және әйелімнің қараусыз қалғанымызды біліп, әр күні жағдайымыздан хабар алу үшін біздің жанымызға келетін болды. Мен сырқаттанып қалдым. Әйелімді өзінің үйіне әкетіп, мені емдету үшін ауруханаға жатқызды. Одан: «Ей балам, не үшін біздің машақатымызды желкеңе алып жүрсің?» деп сұрадым. Ол күлімсіреп: «Сол халуаның дәмі әлі аузымда тұр» деді. Қарияның көзінен жас ыршып түсті. «Орны болмаса да жақсылық еге беріңіз. Жақсылық қайда егілсе де зая кетпейді. Арада көп уақыт өтсе де, жақсылықтың жемісін сол еккен адам ғана орады». Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.